бала туатын кезде, жүктілігім кезінде ұлымның әкесі мен дайын емеспін деп ат-тоннала қашты. Барлығы жақсы деп жатырмын, бірақ та іштей бір реніш бар да. Өте жақсы сұрақ, рахмет. Біріншіден сізді құттықтағым келеді. Сіз шын мәнінде осы жердегі арамызда отырғандардың ішіндегі ең мықты адамсыз. Ең мықты жансыз, соны қабылдау керек. Бірақ реніш психологиясына келетін болсақ, реніш көп жағдайларда біздің күткен нәрсеміз болмаған кезде болады. Ашу, ыза, агрессия деген сезімдер біздің жеке құқықтарымыз, шекараларымыз бұзылған кезде біз ашуланамыз өзімізді қорғау үшін. Реніш біз күткен нәрсе болмаған кезде туындайды. Қайта-қайта ренжи бермеу үшін, қайта-қайта өкпелей бермеу үшін адамдардан, әсіресе бізге қиянат жасаған адамдардан еш нәрсе күтпеу керек. Оларды солай қабылдау керек. Бұл сондай адам, ол жүре береді, ол жауапсыз, ол қарамайды, осындай. Ал негізі былай болмау керек еді ғой, бұл оның да баласы ғой, неге қалдамайды, қайда жүр деп біз оны ойлаған сайын ожидание болып жатыр да. Ожидание орындалмаған кезде бұл обидаға алып келеді, ренішке алып келеді. Сол үшін ол адамды өмірде бір кейс, бір жағдай ретінде қабылдау керек, как есть адам ретінде қабылдау керек, жақсысымен, жаманымен, және одан бір нәрсе күтуді қою керек.